Баршаңызға сәлем. Дайын қатпарлы қамырдан тек самса ғана емес, Наполеон тортында жасауға болады. Ендеше кеттік. Дайын қатпарлы қамырымызды алып, менде кішкене жабысыңқырап қалды, ерітіп алған кезде, міне осылай бөліктерге бөліп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай күлше-күлше қылып жайып аламыз. Жұп-жұқа етіп жаясыздар. Жұп-жұқа етіп жайғаннан кейін противенімізге орналастырып, осылай шанышқымен тесіп шығасыздар. Одан кейін пешке салып жібересіздер. Енді заварной кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант және де кукуруз крахмалы қажет болады. Ұнымызды осылай салып, оның үстіне шекер салып, кукуруз крахмалын салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне алдын ала жылытып қойған сүтімізді құйып аламыз, бірақ та барлығын емес, жарты сүтті құйып, жақсылап араластырамыз. Міне осылай араластырып алғаннан кейін, сол массаны жылы сүтіміздің үстіне құямыз. Енді осыны газымыздың үстіне қою болғанша жай отқа қойып қоямыз. Міне қоюланып жатыр, араластырып тұрасыздар. Әбден қоюланған кезде газдан алып, үстіне сары майымызды салып жібереміз. Міне осылай араластырамыз. Бетін пищевой пленкамен осылай жауып, бетіне тигізіп жабасыздар. Суытуға қойып қоясыздар. Міне біздің корждарымыз пісті, және де суыған креміміз, біздің заварной креміміз. Корждарымыз осылай қойып, корждарымызды үстіне кремімізді жағып, міне осылай барлығын жан-жағына жағып шығамыз. Одан кейін міне жаңағы корждардың шетінен қалған бөліктерін осылай қолмен ұсақтап тортымызды әсемдейтін боламыз. Міне қатпарлы қамырдан осындай күшті торт жасауға болады. Бірақ та маған бұл заварной креммен қатты ұнамады. Сіздер сливкамен жасап көрсеңіздер өте дәмді шығады. Ас болсын.